Сәлем баршаңызға, бүгін сіздермен бірге қысқа дайындықты бастайтын боламыз. Әртүрлі жемістермен ассорти компотын дайындайтын боламыз. Ең алдымен банкаларымызды булап аламыз, осылай 4-5 минут тұруы керек. Кейін қақпақтарын да осындай ыстық суға салып, 5-10 минут бойы тұрғызатын боламыз. Буланған банкаларымыздың үстіне жеміс-жидектерімізді салатын боламыз. Кейін үстіне қант салатын боламыз. 2 литр банкаға 200 грамм қант қосамыз. Егер 3 литр банк болатын болса, 300 граммдай қант қосатын боламыз. Енді үстіне қайнаған ыстық суымызды құйып шығамыз. Кейін арнайы банка жабатын құралмен жабатын боламыз. Қанттар сіңу үшін осылай ары-бері аунатсаңыздар болады. Кейін банканы терісін аударып, осылай 4 күн қойып қоятын боламыз. Мінекей біздің қысқа арнайылап жапқан компоттарымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Егер видео ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер, сіздермен болған сымбат.